Оны ғалымдар да міне дәлелдеп тұрып айтып жатыр. Егер бетімен жіберетін болса, бұл көптеген адамдардың ажалға ұшыратуы мүмкін. Сондықтан біз белімізді кеңге салып, қалай болса солай жүрмейік. Армысыздар ағайын. Бүгінгі әңгімеміз ерінбегеннің бәрі қазір сөз қылып жатқан, бүкіл әлемді шулатқан коронавирус жайлы. Итак, у нас вирус без лечебного протокола и до сих пор никакой вакцины. День первый, 2 зараженных, потом 4, а потом 16. Через 3 месяца миллиард. Вот к чему все идет. Мен әдетте осындай айғай-шуға сөз қоса қоймайтын едім, бірақ бүгін өз ойымды білдіруді дұрыс деп санадым. Енді өздеріңіз көргендей екі түрлі пікір бар. Біреулер айтады, бұл коронавирус деген биліктің басындағылардың, болмаса бір кәсіпкерлердің ойлап шығарған пәлесі, бұда ешқандай қауіп жоқ, басқа аурулардан, басқа бір қатерлерден адамдар әлдеқайда көп қайтыс болып жатыр дейді. Ал екінші бір пікір бар, бұл шындығында да өте қауіпті, сақтану шараларын жасау керек. Егер бетімен жіберетін болса, бұл көптеген адамдардың өміріне қауіп төндіріп, ажалға ұшыратуы мүмкін деп. Сіз қайсыған сенесіз? Енді мен қайсыған сенемін. Мен әдетте дәл осындай даулы жағдайда, пікір екі дойға жарылған жағдайда, мен көбінесе мына логикалық ойлауымды қосамын, содан кейін сыни ойлауымды, критическое мышление дейді, содан кейін конструктивті, жүйелі түрде ойлауды қосып, өзім бір шешім қабылдаймын. Өйткені ол менің өмірім ғой. Сондықтан қазіргі мына бұл сондай қауіпті емес, бұда тұрған ештеме жоқ деген біраз видеолар сізге де келіп жатқан шығар. Қысқаша мына видеоларды көріңізші. Никакого коронавируса не существует. Что информация о том, что в Китае появился новый вирус, который убивает людей, это фейк. Это абсолютнейшая ложь, которую сейчас пытаются распространить средства массовой информации. Ведь эпидемии вируса никакого нет. Мы имеем дело с обыкновенным вирусом, вспышки которого встречались и раньше. У нас в Свердловской области сейчас, на сегодняшний день, больше 40 тысяч зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа. Почему мы не устраиваем здесь точно такую же истерику на весь мир? Коронавирус — это вообще политика чистой воды, понимаете, в чем дело? Там нет никакого коронавируса. Это чистой воды политика и отвлечение внимания обычных граждан. Вот и все. Ал енді бұл шынымен өте қауіпті. Бұдан ел болып сақтануымыз керек. Әр адам өзіне бойына жауапкершілік алу керек деген пікірлерді тыңдап көрейік. В настоящее время уже речь идет о 800 заболевших, это достаточно много, и о 25 случаев летальных исходов. Может передаваться от человека к человеку. Возможно, это контактным путем, воздушно-капельным путем. Поэтому заболевание, конечно, серьезное и опасное. Поступило очень много вопросов от наших зрителей по поводу нового китайского коронавируса. Насколько это все опасно? Опасно. И если вирус не мутирует, я очень сомневаюсь, что эта эпидемия будет настолько же опасной, как в свое время эпидемия гриппа испанки. Китайский коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, например, при чихании, кашле или при разговоре. Он еще, как и вирусы гриппа, активно передается через руки. Например, когда вы касались руками заболевшего человека, скажем, при рукопожатии, или вы касались каких-то зараженных вирусом предметов, ну, скажем, поручень в транспорте, и потом этими руками вы касаетесь рта, носа, лица, глаз, тогда можно получить заражение. Әрине, бұндай пікірлер келген кезде сіздің жүрегіңізде қорқыныш ұялайды. Не істемек керек? Мен өзім осындай жағдайда екі жақтың пікірін тыңдап алып, бір қорытынды жасау үшін алдымен бағана бұл қауіпті емес, бұл бір мемлекет басындағылар халықты шошыту үшін, қорқыту үшін, болмаса бір кәсіп жасап, содан ақша табу үшін деп айтып жатқан адамдардың сөзін талдап кетейік. Логикаға салып, өзіміздің енді ақыл ойға салып та, логика деген. Екіншісі сыни көзқараспен, содан кейін жүйелі түрде конструктивті көзқараспен оймен қарап көрейік. Егер бұл сондай жеңіл болатын болса, бұл бірінші айталық халықты қорқыту болатын болса, болмаса ақша табу үшін болатын болса, Қытайдағы жағдайды қараңызшы. Чтобы понять уровень смертности, вы знаете в Ухане количество крематориев. Их 49. И они работают 24 часа в день.
Они сжигают 1200 тел каждый день. И это только в Ухане. И сейчас они работают в городе. Общее количество людей в карантине в Китае сейчас больше, чем 250 миллионов человек. Как много людей имеют подтвержденные случаи заболевания? Правда в том, что 1,5 миллиона человек, они не только под наблюдением, они уже заражены. А количество смертельных случаев, как показали кремированные тела, уже больше 50 тысяч человек. Шындығында да бұл Қытайдың экономикасына, Қытайдың ғана емес, Ресейдің, жалпы Италия, Америка, бүкіл әлемнің экономикасына қаншама зиян келтіріп жатыр. Енді айналасы сол азынаулақ мына маскадан тиын тебен табу, болмаса дәріден тиын тебен табу үшін сондай сорақылыққа экономиканы құлатуға бармайды ғой. Мысалы, айталық, сіздің сиырыңыздың үстінде сона жүрсе, соны мылтықпен атпайсыз ғой. Сонан өлтірем деп. Солай ғой, бұл жерде тура сол сияқты жағдай болып жатыр. Сондықтан мен көбінесе бұл қауіпті екеніне сенгім келеді. Бостан-босқа бұндай шаралар жасамаушы еді. Қытайдағы мына жағдайларды қараңыздар. Адамдарды көшеде қалай ұстап жатқаны жайлы. Қытайдың экономикасын құлап жатқаны жайлы. Қытай ғана емес, басқа елдерінде. Сондықтан өзі қазақ айтады ғой, Құдай сақтансаң сақтайды дейді. Сондықтан сақтық шаралары артық етпейді деген. Мен көбінесе бұл қауіпті шығар, қауіпті болмаса да осы мемлекет басшыларына, бүкіл әлемнің мемлекет басшылары осыған ерекше бір жағдайлар жариялап, Қазақстанда да жариялады. Соны жариялап жатса, біз соларға сенейік. Өйткені олардың қасында мықты ғылым докторлары, вирусологтар отыр ғой. Олар әшейін бір интернеттен қарап, болмаса бір видеоны көріп, сөйтіп шешім қабылдай салған жоқ қой. Енді менің ағам үнемі айтады, ақымақ адам кім көріммен кеңеседі, ал ақылды адам кәсіби мамандармен кеңеседі. Сондықтан әрбір мемлекет басшысының қасында ғылым докторлары, медицина саласының мамандары отыр. Солар экономикаға қауіп төнгенмен де біздің ең басты құндылығымыз адамдар деп, сондықтан сақтану шараларын жасап жатыр. Сондықтан біз белімізді кеңге салып, қалай болса солай жүрмейік. Мемлекет айтқан шараларды қолданайық. Осыны бір адамдай болып, мемлекеттің қабылдаған шешімдерін іске асырайық деп өзімде насихаттайтын едім. Әрине бұл деген сөз енді үйде жатып алып ештеңе істеме деген емес. Үлкен тойларды тоқтату керек, жиындарды тоқтату керек. Сол жерге бір адам келетін болса, бір адамға жұқтырып жіберуі мүмкін ғой. Енді тойларды, жиындарға бару бармау. Мен кез келген жағдайда бір нәрсенің өзінің плюсы мен минусын саралап шығам. Мысалы, сіз бір қонаққа, тойға, бір жиынға барсаңыз, қандай плюсы мен минусы болады? Соны өзіңіз жазып шығыш. Тойға барсаңыз, сіздің плюсіңіз, туысқаныңыздың көңілін таптыңыз. Ал қандай минус болуы мүмкін? Сол жерде бір адам қауіпті вирусты жұқтырып келсе, сіз жұқтырып алуыңыз мүмкін. Болмаса, сіздің сондай аурумен мүмкін байқамай ауырып жүрсеңіз, сіз сол тойдағы барлық адамға жұқтырып жіберуіңіз мүмкін. Минусы ауырырақ қой. Олай болса, мен тойға барудан, болмаса жиынға барудан бас тартатын едім. Бір 5-10 күн үйде шыдап отыра тұрайын. Сондықтан кезге осындай жағдайда барсам не болады, істесем не болады, плюсы қандай, минусы қандай, істемесем не болады. Егер бармасаңыз, плюсы сіз аман есен қаласыз, егер сізде бір ауру болатын болса, біреуге жұқтырмайсыз. Плюсы өте үлкен. 1 тонна дейді. А минусы сіз ана ағайыныңыздың біреудің ренішіне қалуыңыз мүмкін, болмаса үйде отырып ап, уақытыңыз бос өлтіріп алуыңыз мүмкін. Минусы 1 килограмм. Ара салмағы өте үлкен. Сондықтан бір 10-15 күнге мен кішкене тиым алып, үйде кітап оқып, өте ғылыми, пайдалы бір киноларды көріп, документалды киноларды көріп, білім жинайық, ой қорытайық деп сіздерге насихаттайтын едім. Содан кейін мына дәрігердің айтқанын тыңдап көріңізші. Понятие неспецифический иммунитет открыл наш ученый Мечников Илья Ильич, за что получил первую Нобелевскую премию в России. Он доказал, что болезнь возникает не только от действия вредного агента, но и от ослабления противодействия организма. И в доказательство в пылу спора выпил стакан взвеси холерных вибрионов. Это смертельная доза. И не заболел. Мне Мечников деген Нобель сыйлығының лауреаты, ішіндегі небір вирустары бар, бір стақан суды ішіп алғанда ауырмаған. Өйткені адамның сенімі, адамның иммунитеті
адам қорықпау керек. Иммунитеті мықты адамға бұл бәле жұқпайды. Тағы бір видеосын көріңізші. Взлета инфекционных болезней в Ленинграде к 1994 году, всего за 2-3 года, какие цифры? Бактериальная дизентерия взлетела на 1600%. Итак, бактериальный фон принимаем 20-40, а это 1600%. Дифтерия 1100%. Сифилис 900%. Обострение хронического сифилиса 1000%. А это реальная статистика. В закрытом городе, с хорошей санитарно-эпидемиологической службой, с качественным статистическим учетом, и вдруг тысячекратные... Это фантазия. Это не фантазия, факты. И вот тогда как объяснить, что внезапно активизировались бактериальные, дизентерийная палочка, спирохета, трихомоны, что внезапно активизировались? Нет. А что тогда? Внезапно упала неспецифическая защита у ленинградцев, а локально у кого что было, у того вспыхивают эти заболевания. И еще что очень интересно, через 3 года они все пришли к норме. И вот на графике вы видите подъем страшнейший и возвращение к норме через 3-4 года. За счет того, что люди немножко пришли в себя и восстановился иммунитет. Осы жерде айтады, міне, Санкт-Петербургта 93-94 жылдары адамдар түрлі аурулар өте көбейіп кеткен, өте көбейіп кеткен. Неге дегенде, сол жылдары экономика құлады, адамдар паникаға ұшырады, қорқыныш пайда болды, содан кейін аурулар өршіп кетті. Экономика қалпына келгеннен кейін аурулар да жоққа кетті, жоғалды. Сондықтан бұдан құтылудың ең дұрыс тәсілі сіздің көңіл күйіңізді жақсы жағдайда ұстау, көтеріңкі жағдайда, таңертең ерте тұру, жүгіру, жақсы өлеңдерді тыңдау, сол кезде сіздің иммунитетіңіз өте жоғары болатын болады. Жаңағы пәле сіздің маңайыңыздағы адамдарда болып, ол ауада жүрсе сізге жұқпайды. Сондықтан әрқашан жақсы музыка тыңдап, әрқашан көңіл күйі жоғары болып жүрген, дұрыс тамақтанып жүрген, таза ауада жүрген адамға бұл пәле жұқпайды, айналып өтеді дегім келеді. Дәл солай, оны ғалымдар да міне дәлелдеп тұрып айтып жатыр. Чтобы ваш иммунитет был в порядке, нужно во время эпидемии не переутомляться, больше отдыхать. И что особенно важно и для детей, и для взрослых, нужно высыпаться. Сондықтан қорытынды жасайтын болсақ, шынымен егерде бұл жеңіл желпі ауру болатын болса, бүкіл әлемнің ғалымдары, дәрігерлері дәл осындай дабыл көтеріп, дәл осындай іс-шаралар жасамаушы еді. Әрқашан ғалымдарға, білетін адамдарға сену керек. Содан кейін мемлекет айтқан шараларды бірігіп жасау керек. Содан кейін үшінші, өзіміздің иммунитетімізді көтеріп, қорықпай, бір паникаға, бір үрейге берілмей, маған жұқпайды, менің иммунитетім керемет, менің отбасыма бұл келмейді деп, отбасыңыздың көңіл күйін көтеріп, әрқашан жарқылдап жүріңіз. Мына итальянецтердің істеп жатқанын қараңызшы. Көрдіңіз бе? Итальянецтер балконға шығып алып тұрып өлең айтып жатыр да. Қорықпаймыз, біз бұған келмейді деп. Сондай көтеріңкі көңіл күйде жүрген адамның иммунитеті, яғни түрлі мынандай пәлелерден сақтану мүмкіндігі өте жоғары болады. Қазақстанды айналып өтсе екен, және де бүкіл әлем қазір ғалымдарға табынып отырмыз. Табынып отырмыз кәдімгідей. Бүкіл әлемнің адамдары. Меккедегі Қағба жабылып, биыл қажылық болмайды деп жатыр. Анау Римдағы Папа Римский енді өлді өзінің бүкіл іс-шараларын тоқтатып жатыр. Бәрі ғалымдарға табынып, ғалымдарға не істейді екен, қашан осы вакцина ойлап табады екен, қашан бұл ауруды тоқтатады екен деп отыр. Сол ғалымдар тезірек
бұл вакцинаны тапса екен, содан кейін мына күн жылынғаннан кейін бұл өзінен өзі төмендеп кетеді дейді. Бірақ ғалымдар бәрібір бұл вакцинаны тауып, бұдан тез емдеп алу жолын осы айналдырған 4-5 айдың ішінде табады деген үмітіміз зор. Ғылым білім дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Сондықтан басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын, қорықпаңыздар. Қорқынға қос көрінеді, бірақ сақтаныңыздар. Құдай сақтанған адамды ғана сақтайды.